Алаштың екі жақсыларының ізі қалған көне шаһар Семей қаласындағы Төлеубай Аманов атындағы жалпы орта білім беретін 16-шы мектепке 100 жыл. Бір ғасырда қасиетті қара шаңырақ оқушыларға сапалы білім, саналы тәрбие мен мыңдаған түлектердің болашағына бағдар берді. Білім мен ғылым бұл қоғамдық мүдде. Төлеубай Аманов атындағы нөмір 16-шы мектептің басты міндеті ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарға бағдарланған. Функционалдық сауаттылық дағдылары бар және оны қоршаған болмыста бәсекеге қабілетті бола алатын білім алушы тұлғасының үйлесімді қалыптасуы мен дамуы үшін қолайлы білім беру ортасын құру. Мектеп оқушыларға сапалы білім мен тәрбие беру барысында жарқындылық, құрмет, жайлылық, ынтымақтастық, жауапкершілік, мақсаттылық, өмір бойы оқу құндылықтарын негізге алады. Өмір бойы білім алуға, жаңаны тануға, шығармашылыққа деген ынта және өз бетінше білім алуға дағдыландырады. Ұлағат ұрпақ тәрбиелеу аса жауапты әрі күрделі міндет. Ұстаздардың арқасында тұтас бір буынның құндылықтары мен қасиеттері қалыптасатыны анық. Өркениеттің өлшемі де, мемлекеттің келешегі де қашанда қоғамдағы білім деңгейіне тәуелді. Қазіргі таңда мемлекет білім саласына қолдау көрсету үшін қолдан келген мүмкіндіктің барлығын да жасап келеді. Бұл солай болуы да тиіс. Ұрпақ білім үшін жұмсалар еңбек пен уақыт ең қайтарымы мол, қайырымы кең, игі шара екені белгілі. Нөмір 16-шы мектепте Абай шығармаларын терең ұғыну мақсатында Абай әлеміне саяхат клубы ашылды. Клубтың мақсаты жас ұрпақтың бойына елін сүюдің рухани дәнін сіңіру. Клуб мүшелері жұмыс барысында Абай өлеңдерінен 70 сөз, қара сөздерінен 45 ой тұжырымды 3 тілде жатқа білуі тиіс. Бүгінде Абай әлеміне саяхат клубы мүшелерінің саны күн санап артуда. Абай әлеміне саяхат клубы халқыңды сүю, ана тіліңді білу, ұлттық дәстүрлерді бар сана сезіміңмен қабылдауға негізделеді. 2000 жылдан бастап жалын дебат клубы жұмыс жүргізіп келеді. Дебаттың мақсаты зияткерлік рөлдік ойын, білім беру технологиясы мен бар білімді қолдана білуді ұйымдастыру. Адамгершілік құндылықтар жүйесін қалыптастырудың бір жолы кітап оқу. Кітап оқуға деген қызығушылықты арттыру және оны қолдау мақсатында білім алушылардың арасында оқуға құштар мектеп жобасы жүзеге асырылуда. Білім алушылардың қызығып оқитын кітаптарының санын арттыру мақсатында кітап пирамидасы ұйымдастырылып, педагогтер мен ата-аналар, қоғам қайраткерлері белсене қатысты. Нәтижесінде абайтану кабинетінде 200-ден астам көркем әдеби шығармалар жиналды. Мектепте кабинеттерге заманауи жөндеу жұмыстарын жүргізіп, оны жабдықтауға мектеп түлектері мен кабинет ашуға ниетті демеушілерді тарту жақсы жолға қойылған. Түлектер мен демеушілердің қолдауымен ашылған кабинеттерде тек сабақтар өткізумен шектелмей, сыныптан тыс іс-шаралар, олимпиада,
байқау, конкурс, әдістемелік алаң жұмыстары ұйымдастырылып отырады. Атап айтқанда, 5-7 сыныптар арасында қалалық Жомарт Базенұлы атындағы олимпиада, тарих мұғалімдеріне арналған Әлихан Бөкейхан университетінен бірлескен Тамара Кеңесованың әдістемелік алаңы, Тұрсынай Әшірбайқызы атындағы мәнерлеп оқу байқауы, қалалық махаббат вальсі байқауы дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Қазіргі жаһандану дәуірінде жаңа технологияның қарқынды дамуы өмірімізге түбегейлі өзгерістер әкелді. Соның бірі ақпаратты коммуникациялық технология IT саласы. Робототехника ғылыми бағыты роботтарды басқару арқылы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін шыңдап, фантазиясын дамытуға негізделеді. Мектепте білім алушылардың метапәндік дағдылары мен құндылықтарын қалыптастыруға және дамытуға, ерте кәсіптік бағдар беруге, инклюзивті орта мәдениетін нығайтуға баса назар аударылып келеді. Тәрбие жұмысын ұйымдастыру кезіндегі басым бағыт баланың жеке басына тілектестік қарым-қатынас, құрмет пен сенім, балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету, оларды кемсітушілікке жол бермеу болып табылады. Тәлім-тәрбие ата-анадан, оқу мен білім ұстаздан, ал қоғамға қызмет ету баршамызға ортақ парыз. Өзіне артылар сенім мен жауапкершілікті сезінген Төлеубай Аманов атындағы нөмірі 16 мектеп ұжымы қашанда абыройлы істердің ұйытқысы бола береді. Мектептің болашағы жарқын, мақсаты айқын. Армысыздар, қадірменді қонақтар, ардагер ұстаздар, оқушылар, ата-аналар және мектебіміздің түлектері. Іргесі бекіп, керегесі кеңейген, бірлігі жарасып, ырысы тасыған Төлеубай Аманов атындағы нөмір 16 жалпы орта білім беретін мектептің бір ғасырлық тарихы бар мектеп атты салтанатты жиынға қош келдіңіздер. Техникалық ақауларға байланысты мәдениет үйінің рет экраны жұмыс істемей қалғандықтан бейнероликті кішкентай экраннан көре аласыздар. Туындаған ыңғайсыздықтар үшін сіздерден алдын ала кешірім сұраймыз. Төлеубай Аманов атындағы нөмір 16 жалпы орта білім беретін мектептің талай түлектерді өмірге қанаттандырып, білім саласында елеулі үлес қосып келе жатқанына 100 жыл. Мектеп үйім, ұстаздарым, ата-анам, сенде өсіп, сенен ғана нәр алам. Саяң ыстық сен бәлелі бәйтерек, тамырланып сан тарапқа тараған. Мектеп деген киелі ұғымға жабат, тынысымен тіршілігі ғаламат. Балашақтан болашаққа ұмтылған, түлеп ұшты талай-талай азамат. Нөмір 16 Төлеубай Аманов атындағы жалпы орта білім беретін мектеп. Бір ғасырдай білім алушыларды білім нәрмен сусындатқан, ең алғашқы қазақ тілінде білім берген қаламыздағы мектептердің қара шаңырағы атанған білім ордасы. Мектеп білім алушыларға өз есігін 1922 жыл ашты. Мектептің алғашқы директоры, үлкен жүректі мұғалім, қайратты да салмақты, тұла бойы тың идеяларға толы азамат Нұрымхан Омарұлы Тұрғанбаев. Номер 16 Төлеубай Аманов атындағы жалпы орта білім беретін мектепті арнайы бекітілген логотипі мен мектеп гимні 2011 жылы қала көлемінде ұйымдастырылған конкурс негізінде қабылданды. Мектеп гимнің сөзін журналист Сәтжан Қасымжанұлы, ал әнін сазгер, драматург, журналистер одағының мүшесі Жұмабек Қамбаров жазған. Мектепке 1994 жылы Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 31 қаңтардағы нөмірі 113 қаулысымен мектеп түлегі, алтын медаль иегері, Ұлы Отан соғысының ардагері, КСРО ғылым академиясының корреспондент мүшесі академик Төлеубай Ыдырысұлы Амановтың есімі берілді. Бүгінгі мерейтойымыздың алғашқы құттықтау сөзі мектеп директоры Бақытгүл Қадылбекқызы Құрманғалиеваға беріледі.
Биылғы 2022 жылы Семей қаласындағы Төлебай Аманов атындағы нөмір 16 жалпы орта білім беретін мектептің құрылғанына 100 жыл толып отыр. Тарих үшін әрине бұл бір сәт қана. Ал көптеген мектеп бітіруші түлектерге, ұстаздар мен оқушыларға естен кетпес оқиға. Өйткені мектеп тек қана білімнің баға жетпес қайнар көзін ғана ашып қоймайды, ол әрбір адамның жеке тұлға болып қалыптасуына үлкен ықпал етеді. Мен баршаларыңызды Төлебай Аманов атындағы нөмір 16 жалпы орта білім беретін мектептің 100 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі мектебіміздің 100 жылдық мерейтойына арналған салтанатты жиында сіздерді көргеніме қуаныштымын. Төлебай Аманов атындағы нөмір 16 жалпы орта білім беретін мектептің ең маңызды өмірлік мақсаты тұлғаның өзін-өзі дамуына қолдау көрсету. Мектеп осы 100 жылдың ішінде нығайып, мықты мұғалімдер құрамын қалыптастырды, оқытудың тың әдіс тәсілдерін тапты, баға жетпес тәжірибе жинақтады. Әрбір шәкіртті жасампаз ойлауға, өз еркімен шешім қабылдауға және қиындыққа төтеп беріп, өзіне сенімді болуға тәрбиелеген аяулы, ардагер ұстаздарды шәкірттері аса құрметпен еске алады. Ең алдымен мектеп білім алушылардың балалық шағы, алаңсыз өткен жері. Ол әр білім алушының адамдармен дұрыс қарым-қатынас орнату, әртүрлі өмірлік ұстанымдар туралы түсінікті сіңірді. Күндер сырғып, жылдар жылжып өтіп жатқанмен, білім нәрімен сусындатып, қайырымдылыққа тәрбиелейтін, өмірлік азық жинап, қуат алатын, болашаққа сеніммен қарауға үйретіп, қиын да қарбаласы мол, дүниенің барлық сыр-қырын үйрететін қымбатты да сүйікті алтын ұя мектеп әрбір азаматтың жадынан еш уақытта өшпейді. Ұлы Абай тек қана сана, ғылым, ерік және ұят адамның мәртебесін көтереді деген болатын. Осы ең биік, жағымды және ерікті қасиеттердің іргетасы мектепте қаланады және алдағы өмірге деген талпыныс пен жетістіктерге жетелейтін де осы мектеп қабырғасы. Бүгінгідей салтанатты мерейтойда барлық ұстаздар ұжымына мәдени және білімі жағынан зерек 21 ғасырдың жаңа ұрпағын тәрбиелеу жолында шығармашылық табыстар тілеймін. Мектептің ары қарай өркендей беруіне, педагогтардың жаңа кәсіби жетістіктерге жетуіне, білім алушылардың білімге деген, өнерге деген, спортқа деген құлшыныстарының арта түсуіне тілектеспін. Сахнаға Абай облысы білім басқармасының бас маманы Данара Білімбекқызы шақырылады. Келешекте оқушыларымыз биік шыңдарды бағындыра берсін, ұжымға шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Абай облысының әкімінің құрмет грамотасымен математика пәнінің мұғалімі Сұлташева Алмагүл Мұратовна марапатталады. Абай облысының әкімінің құрмет грамотасымен дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Айтбаева Жанар Ашманқызы марапатталады. Абай облысы білім басқармасының құрмет грамотасымен тарих пәнінің мұғалімі Тоқтарова Амангүл Тоқамбековна марапатталады.
Абай облысының білім басқармасымен құрмет грамотасымен математика пәнінің мұғалімі Нұрбаева Жазира Есенгелдиновна марапатталады. Абай облысының білім басқармасымен құрмет грамотасымен Хаметова Бақытгүл Денисламовна марапатталады. Абай облысы білім басқармасының құрмет грамотасымен бастауыш сынып мұғалімі Төлепбергенова Анар Амангелдиновна марапатталады. Абай облысы білім басқармасының құрмет грамотасымен мектеп психологы Садвакасова Дина Гизатовна марапатталады. Рахмет. Сахнаға мектеп түлегі Абай облыстық инновациялық әдістемелік орталықтың тәрбие бөлімінің басшысы Абдухамитов Айдар Абдыхатұлы шақырылады. Қайырлы күн, құрметті 100 жылдық тарихы бар мектептің мерекесіне жиналған қауым. Мектебім мереке көктемім, білімнің бүршігі көктедің. Есімнен мәңгілік кетпейді, сүйікті 16-шы мектебім деп. Осыдан 30 жыл бұрын осы ардақты да аяулы мектептің түлегі атанып, өмірден өз жолымды тапқан едім. Бүгінгі таңдағы осы барлық оқушыларды, аяулы ұстаздарымды шын жүректен осы бір мерейлі тойымызбен шын жүректен құттықтаймын. Әрқашанда мектебіміз биіктен көрініп, Қазақстанның білікті мектептерінің қатарынан табыла берсін деген тілекпен. Семей қаласының әкімінің алғыс хатымен ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Құттанбекова Жұмагүл Қабдрахманова марапатталады. Семей қаласының әкімінің алғыс хатымен математика пәнінің мұғалімі Талғат Мейіржанұлы Құсайынов марапатталады. Семей қалалық мәслихатының алғыс хатымен бастауыш сынып мұғалімі Гүлжанат Әділбековна Аманбаева марапатталады. Семей қаласы білім бөлімінің грамотасымен бастауыш сынып мұғалімі Оразаева Раушан Тұрсыновна марапатталады. Семей қаласы білім бөлімінің грамотасымен орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Арифбекова Ардақ Шариповна марапатталады. Семей қаласы білім бөлімінің грамотасымен көркем еңбек пәнінің мұғалімі Серікқалиқызы Арайгүл марапатталады. Рахмет. Қошеметтеріңіз. Сахнаға білім және ғылым қызметкерлері кәсіподақ қоғамдастығының төрағасы Сәбит Молдатянович Ибраев шақырылады. Және Семей қалалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподақ қалалық комитеті Ербол Асимханович Мусабеков шақырылады.
қайырлы күн, құрметті мектеп ұжымы, мектеп әріптестер. Бүгінгі 100 жылдық мерейтойыңыз құтты болсын. Енді бүгінгі мерейтой маған да қатысы бар. Неге десеңіз, өз анам кезінде, мына соғыс кезінде осы мектепте оқып білім алған. Ол кісі енді өмірден өтті. Енді кеңес кезінде 2 ғана мектеп болған, қазақ мектебі. Мына 1-ші мектеп және ар жақта енді 5-ші мектеп болған. Қазір Құдайға шүкір мектептің саны өте қосылды, көп болды қазақ мектептер. Сондықтан бүгінгі мына мерейтойыңыз құтты болсын. Өз атымнан баршаңызға зор денсаулық, дендеріңізге, отбасыларға амандық тілеймін. Осы мектеп бағана айтылғандай тағы да жақсы нәтижелерге жетсін. Осындай мерейтойлары жалғаса берсін. Енді біздің де мына кәсіподақтың атынан өзіміздің марапаттарымыз бар, соны тапсыруға рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасының кәсіподақтарының атынан құрмет грамотасымен Тұрғанбаева Гүлнар Болатовна. Семей қалалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы қалалық комитетінің құрмет грамотасымен бастауыш сынып мұғалімі Баяхметова Гүлдан Сұлтановна марапатталады. Сондай-ақ Семей қалалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы комитеті құрмет грамотасымен орыс тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Райымбекова Эльмира Мақсутовна марапатталады. Енді мына мектеп ұжымымызға осындай сертификат 100 мың сыйлап жатырмыз. Бұл өзіміздің аймақтық кәсіподақ ұйымынан. Енді қалалық кәсіподақ комитетінен онда принтер тапсырылған. Ол да өздеріңізге көмек болсын жұмыстарыңызға. Ұстаздарды мадақталармен құттықтаймыз. Сахнаға Жидебай бөрілі Абайдың тарихи, мәдени және мемориалдық мемлекеттік қорық мұражайы директорының ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары Мейрамгүл Сейтжаппарқызы шақырылады. Сәлеметсіздер ме? Құрметті осындай мерейлі шараға жиналған қауым. Біз осы музей мектеп ұжымы мен музей ұжымы тікелей байланыста көп жылдардан бері жұмыс істеп келе жатырмыз. Қазіргі күні осы мектепте енді абайтану оқулығының бірнеше авторлары бар. Бізбен тікелей байланыста семинарлар, басқа да шаралар бірге өткізіп жүрген ұжымға бүгінгі мерейтойларыңызбен құттықтай отырып, абайтану оқулығының 10-шы сыныпқа арналған абайтану оқулығының авторы Жұмабекова Рауия Қалыбековнаға Абай медалін, Абай музейінің Абай медалін табыстауға рұқсат етіңіздер. Ұлттық руханиятқа сіңірген айрықша еңбегі үшін Абай мерейтойлық медалімен қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Жұмабекова Рауия Қалыбекқызы марапатталады.
Рахмет. Өткенсіз бүгін жоқ дегендей, 100 жылдық тарихында мектеп өмірінде өздерінің өшпестей ізін қалдырған ұстаздар жайлы айтпай кетуге мүмкін емес. Әр шәкірттің жүрегіне жол тауып, асқақтатқан арман қиялына жан бітіріп, санасына ақыл ұялатып, жаңа өмір жолына жол сілтеген, мейірім шуағын аямаған, балалар жүрегінде тұлғалық табиғатын мәңгілік қалдыра алған ұстаздар, аяулы жандар, ардагер ұстаздарымыз ортамызда отыр. Тыл еңбеккері, Қазақ СССР халық ағарту ісінің озық қызметкері, ардагер ұстаз Клара Сабихан қызы, сізге аса жоғары құрметпен бүгінгі салтанатты жиында бір ғасырлық тарихы бар мектеп кітабының тұсаукесер рәсімін жасауды ұсынамыз. Клара Сабихан қызын киелі сахнаға шақырамыз. Құрметті қауым, бүгін осы мектебіміздің 100 жылдық мерекесіне жиналып отырған әріптестерім, ұстаздар, оқушыларым, балалар әлі үлкен болып жұмыс істеп жүрсе де маған бала сияқты. Бәрдеріңізді мына ұлы мерекемен құттықтаймын. Дендеріңіз сау болсын. Осы мектептің ұжымына, басшыларына 100 жылдық мерекені өткізіп, біз сияқты үлкен кісілерге, оқушыларын, әріптестерін көрсеткеніне мен көп рахмет айтамын. Жұмыстарыңыз жемісті болсын, оқушыларыңыз білімді болсын, бәрдеріңіз аман есен болып, үнемі жақсы қуанышпен өмір сүруге тілектеспін. Аман болыңдар, қай орта болсаңдар. Мен киелі кез. Сабихан қызына алғыс айта отырып, орнына жайғасуын өтінеміз. Барлық аяулы ардагер ұстаздарға ыстық ықыласымызды білдіре отырып, гүл шоқтарын және бір ғасырлық тарихы бар мектеп кітабын ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. Kız aldım
сондай биік алыпсыздар. Жан біткен жанарынан нұр сыйлаған, күндей боп күлімдеген жарықсыздар. Ең аяулы есім ғой ұстаз деген, бар тіршілік бақытты ұстаз бенен. Ұстазды жеткізгенше мұратына, білімізге лапылдап жана берем. Мектебімді мақтан қылып айта аламын, білім алып осы жерде шың аламын. Мектебім сені мәңгі құрметтеп үшін, шәкіртім болғаныма мақтанамын. Ұстаз бізді білім беріп өсірген, қатемізді әрқашанда кешірген, өмір жолы қиын жол деп әрдайым тәрбиелеп ақылды қылып өсірген. Алғаш рет оятқансың санамды, алғаш рет ұстатқансың қаламды. Сол үшін де мәңгі сыйлап өтемін, түсіндірген жақсы менен жаманды. Мектеп деген киелі құм, ғажабат, тынысымен тіршілігі ғаламат. Бала шақтан болашаққа ұмтылған, түлеп ұшты талай-талай азамат. Мақтанышым мектебім, ұстаздарым өзіңсің, білімінен гүлденген жақсылықты ізісің. Мектеп жайлы жазсам мен бір үзік сыр, мектеп деген белесі көп биік шың. Ең киелі білім орда саналар, сәуле шашар күннің әсем нұрысың. Өмір бойы мектебімді жыр етем, бір өзінде бақыт білім берекең. Шәкірттердің өрістесін, өрлесін, құтты болсын бүгінгі күн мерекең. Мектептің 100 жылдық мерейтойына орай 2022 жылдың 11 наурызында Дәулет Керешғайұлының қос алқа күйін орындаудан челлендж өткізілді. Челленджге 100-ден артық оқушы қатысты. Осы мектепте білім алып, қазіргі таңда қоғамымыздың әртүрлі саласында абыройлы қызмет етіп жүрген мектеп түлектерімен мақтанамыз және мақтан етеміз. Талай ақындар, жазушылар, өнер қайраткерлері, ғалымдар тәрбиелеген мектепте 85 рет орта білім алған түлектерді алтын ұясынан ұшырған екен. 15 алтын медаль иегері, 18 күміс медаль иегері, үздік үлгідегі аттестатты 68 түлек иеленген. Ендігі кезекте мектеп түлектерінің құттықтауын қабыл алыңыздар.
Назарларыңызды экранға аударсаңыздар. Құрметті ұстаздар және де бүгінгі мерейтойға жиналған қауым, сіздерге Бостоннан жалынды сәлем. Мен Мұқаев Дәулет Төлеутайұлы 2009 жылы Төлеубай Ыдырысұлы Аманов атындағы 16-шы орта мектепті алтын белгіге тәмамдадым. Жасым қазір 30-ға келсе де, әлі де білім жолындамын. Себебі білімге деген қызығушылығымды, білімге деген махаббатымды осы мектебімнің ұстаздары мықты бекітіп берген еді. Аллаға шүкір, қазір қай елге жүрсем де, бірнеше мемлекетте болсам да, соның барлығы осы білімімнің арқасы деп өзім есептеймін. Бұл мектепте оқығанымды мен әрқашан, әр жерде үлкен мақтанышпен айта аламын. Төлеубай Ыдырысұлы Аманов атамыз математик қой. Қазіргі таңда мен де сол математикамен тікелей байланысты қаржылық сауаттылықты бүкіл дүйім жұртқа айтып, түсіндіріп, баспанаға бағыт беріп жүрген жайым бар. Әрине, бұның барлығы сонау білімге деген қызығушылығымды, зейінімді ашқан ұстаздарының арқасы деп білемін. Бір ғасыр, яғни 100 жылдық ғұмыр, бұл үлкен тарих, үлкен мақтаныш. Сондықтан осы мектепте істеп жүрген әрбір ұстазды мен бүгінгі мерейтой мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Ұстазын ұлықтаған ұлттан болайық, ұстаздарымыз аман болсын. Біздің мен оқыған мектебімнің өмір жасы ұзақ болып, сол мектептен небір мықты, дарынды шәкірттер шыға берсін. Ақштан жалынды сәлем. Құрметті Семей қаласының Алтын Ұя 16-шы мектебінің аса құрметті ұстаздары, оқушылары және түлектері. Білім ордамыздың 100 жылдық мерейтойы құтты болсын. Мен Ақашев Ернұр 2004 жылы мектебіміздің алтын белгі иегері атанып, Қазақ-Британ техникалық университетін таңдап, 2008 жылы геолог мамандығы бойынша тамамдадым. Ары қарай оқуымды болашақ халықаралық стипендиясы негізінде Империялық колледж Лондон университетінде жалғастырдым. Қазіргі кезде Украина мемлекетінің Киев қаласындағы Шлюмберже компаниясында аға инженер болып жұмыс атқарудамын. Тілек ретінде айтарым, ғасыр жасаған мектебіміз көркейе берсін, оқушылары жетістіктерге жете берсін. Ұстаздардың еңбегі еленіп, абырой беделі арта берсін. Мектеп түлектері еліміздің болашағына зор үлес қосып, биік шыңдардан көріне берсін. Рахмет. Құрметті Аманов атындағы Қазақ орта мектебінің ұжымы, оқушылар, сіздерді мерейтойларыңызбен құттықтаймын. Әрдайым мектебіміз дами берсін, мұғалімдердің жұмысы жоғары бағалансын, оқушылар, түлектер көп болсын, деңгейлі, абыройлы түлектер жылдан жылға көбейе берсін. Өзім 2000 жылы осы мектепті бітіргенмін. 2000 жылы бітіргеннен кейін Новосибирск қаласындағы медициналық университетқа түсіп, сол университетті бітіріп, кейіннен Мишалкин атындағы ғылыми зерттеу институтында кардиохирургия бойынша жұмыс істедім. Сол кезде де Миланда оқып, магистратура бітіріп, кардиохирургия бойынша жұмыс істедім. 2015 жылы Қазақстанға қайтып келіп, кардиохирургия саласын дамытуға үлес қосып отырмыз. Қазіргі кезде өзім ғылыми зерттеу кардиология институтының кардиохирургия бөлімінің меңгерушісі болып жұмыс атқарамын. Ең басты дәрігер болғандықтан тілейтінім денсаулықтарыңыз мықты болсын. Осы мектептің қабырғасында алған білімім өмірдегі жұмыстағы көптеген салаларға жету үшін зор үлес қосқан. Сондықтан мектебімізге мың алғыс. Мерейтойларыңыз құтты болсын. Мектеп атын асқақтатқан түлектерге алғысымызды айтамыз. Қазақ өнерінде шоқтай жарқырап, жұлдыз аяғы түскен табиғи талант иесі, композитор, вальс патшасы,
диктор, актер, мектеп атын асқақтатқан түлек Бекен Жұмабекұлы Жамақаевтың атындағы қалалық би фестивалі мектепте 2016 жылдан бастап ұйымдастырылып, композиторлың әндерін дәріптеу дәстүрге айналған. Мектептің 100 жылдық мерейтойын өткізуге арналған тұжырымдама жасалып, 2022 жылдың қаңтарынан бастап мектеп ұжымы 100 танымдық іс-шара өткізді. Ұстаздық ұлы қызмет, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға, ұлағатты ұстаздың дара жолы атты сыр сұхбаттар,
Сонымен жетістікке жеткен бірнеше танымал түлектермен атап айтсақ, 2001 жылғы түлек, үздік аттестат иегері, Кембридж университетінің түлегі, эксперт қаржыгер Әсем Жакиповамен онлайн кездесу. Ұстаз ұлы тұлға тақырыбында мектепте ұзақ жылдар қызмет атқарған ардагер ұстаздардан сұхбат алынып, республикалық, облыстық баспа беттерінде мақалалар жарияланды. Ал бүгін сіздер бір ғасырлық тарихы бар мектеп атты 100-ші қорытынды іс-шараның куәсі болдыңыздар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Абай және 21 Қазақстан атты мақаласында Абай атамыз айтқан нұрлы ақыл, ыстық қайрат, жылы жүрек, әр кезеңде құнды да құнарлы тағылым. Осы үшеуі табиғи үйлесім тапқанда ол толық адам болары сөзсіз деген болатын. Мектебімізде Абай әлемін дәріптеу мақсатында 2018 жылдың 20 қараша күні Абай әлеміне саяхат клубы ашылды. Ұлы Абайдың шығармалары арқылы берілген ілімі мен тағылымы оқу тәрбие үрдісіне енгізу, оқу тәрбие сапасын жетілдіруге мүмкіндік береді. Ұлы Абай шығармалары мен ілімін бойына сіңіріп өсірген ұрпақ қоғамда лайықты орнын таба алады. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін, көкірегі сезімді тіл орамды, жаздым үлгі жастарға бермек үшін, бұл сөзді тасырықпас талап тұғар, көңілінің көз ашып сергек үшін. Тағдырдың жарлығын білесіздер, өзгермеді. Пендеде бір бар жалығы деген. Ол тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе. Оны адам өз тапқан емес. Оған егер берілсе, адам баласы құтылмақ қиын. Бірақ осы жалығы деген әлені көрем деген көп көрген. Дәмін, бағасын, бәрінің де баянсызын біліп жеткен ойлы адамнан шығады. Соншалық ғұмырының баянсызын, дүниенің әрбір қызығының шолақтығын көрген білгендер тіршілікте де жақса болады. Бұлай болғанда ақмақтық, қайғысыздық та бір ғанибет екен деп ойлаймын. Wow.
таппай мақтанба. Орын таппай баптанба. Құмарланып шаттанба. Ойнап босқа күлуге. Бес нәрсеге асық бол, бес нәрседен қашық бол. Адам болам десеңіз, деп Абай атамыз айтқан, толық адам білімін жас ұрпақтың бойына сіңірудеміз. Олай болса, Абай облысының нөмір 16 Төлебай Аманов атындағы мектептің бір ғасырлық тарихы бар мектеп атты салтанатты жиынды жабық деп жариялаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Thank you.